Зат есім, имя существительное. Затты ұғымды білдіріп, кім не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табын зат есім деп атайды. Именами существительными называются части речи, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто», «кім», «что», «не». Мағынасына қарай, по значению. Жалпы нарицательные, бала, адам, дала, үй. Жалқы, собственные, болат, Алматы, Қазақстан. Тұлғасына қарай, по способу образования, негізгі, непроизводные, ел, жер, су, от, қала. Туынды, производные, қойшы, балалық, білім, айтыс. Құрамына қарай, по составу, дара, простые, тарақ, жылқы, ауыл, жігіт. Күрделі, сложные, біріккен, сращенно-слитные, бәйтерек, белбеу, ақсу, қырқаяқ, күнбағыс, орынбасар. Қосарлы, парные, ата-ана, ел-жұрт, ой-қыр, жауын-шашын, тамыр-таныс. Тіркесті, словосочетание, аяқ киім, балалар бақшасы, ауыл шаруашылығы, сары май. Қысқарған, сложно сокращенные, казму, пединститут, сантиметр, килограмм, квадрат, миллиметр.